келді келген жыл емес келесі жыл сына дейді. Мына қыз сынға жарамау мүмкін. Өйткені бұл біреудің қызы. Қалар апам айта берейінші бәрі. Қалар апа дұрыс па? Сіз уже опытыңыз бар ғой, мына кісіге айта бер деп жатыр. Сізге тапсырдым деп жатыр. Той қыласың. Қолыңыз ұзарғаны құтты болсын Құдай қаласа. Келесі жылы шекесі торсықтай ұл туып берсе, сол бесті иншалла жолығамыз. Тіземізді бүкпей қызмет жасаймыз Құдай қаласа. Рахмет. Үстіп тұра бересіз. Жаным әрекет жасасаңшы. Қой қымбат музыкадан қойшы. Әйді. Бес ақым қойын, соңғы. Мені қоямыз асықпасаң. Рахмет. Мына нервішет билеп жатыр да, болшы әтейін. Нервішет билеп жатыр. Толқып жатыр, байқап тұрмыз. Аман болыңыздар, ақша жолдас болмайды, әзілдеп жатырмыз. Қуанышты болсын. Мына қазақ айтады, орамал тақпаған әйел арын ұмытады, күйеуінің барын ұмытады. Орамал тақпаған әйел істеген тамағына шашы түседі, келген қонағына назар түседі. Орамал тақпаған әйелдің күніне 75 шаш түседі. Ақыретте түскен шаштың әрқайсысына жауап беретін боласыздар. Анығын Алла біледі ағайындар, естіген құлақта жазық жоқ. Мына сенің еңбегің бауырым Алихан, мынаның басына тиын бар, үшінші темекі аласың, басқа ештеңе жоқ. Шек болғанды ұстасың, ақша боқтайды бұлар ше. Рахмет, темек шекпейді ойнап айтам. Құдайға шүкір. Осы Алиханның да қуанышы жолғай, тамызда тама тас жарады. Бүгінгі бала ертең дана деген. Бұл да бір дана олар Құдай қаласа. Алихан саған рахмет. Рахмет. Енді келінің бетін ашпасы болған Клара апа, бір ер азаматтардан бата сұрап алайық. Біздің атамыз Лесхан атамыз ба үлкен? Ата, келіңіз. Қонақ қыса отырып алсын ғой, кезекті. Әйірде қарыңыз тойып, сол столда жүрсіз қосын өйге. Анасы да бір нан жеп, аяқтан тоқыш жеп өйтіп. Келіңіздер. Сап түзе болайық, сап түзе болыңыздар, Құдай қаласа міне. Әкенің және жолаушының дұғасы кері қайтпайды. Міне Нұрекеңді бата береді, ата өзіңізде бір жақсылап бата беріңіз. Көңіліңіз бос екен ата сіздің. Байқап отырмын жаңа бері. Мынау сізге. Бұны мен шығарған жоқпын, бұл дәстүріміз сонда. Ең болмаса бір мұқтаж адамға бересіз Құдай қаласа. Ата рахмет, 100 жасаңыз. Өлгенше тірі жүріңіз көке. Әлі қатпай жатыр. Ауыр ғой мына әңгімеш. 100 жасаңыз, әзілдеп жатырмыз. Ата ғой. Рахмет. Апа, мені танымадыңыз ба? Баяғыда бетіңізді ашып едім ғой. Бәрдік қойта. Ой, ойнап айтады. Әзілдеп. Күлсен кәрге көктеп, рахмет. Жеңші мынаны апам жаймай шығар мен сіз жаясыз қой. Мамасынан оқтан ұстатпақшы. Иә, қарасай көмше. Кәр келді пысық бар қоя. Кең жеңші. Мына ас үйдің аманаты. Кеңіз. Бір келінге ұсынып қойыңыз Құдай қаласа. Аманаттан қиянат жасамаймыз. Ал бисмилля. Бір 10 қолына ұстатып қойсаңыз болады. Жаным үстіне жаман еш шығып тұр ма? Қасына бақсаңыз не болса. Бір сүйіп қойыңыз. Көршінің келін емес, өзіңіздің келіңіз. Аман болыңыз. Жанайлар бауырым. Келіңіз. Жәке, бір адам отшақса 100 адам жылынады. 1000 адам соққан көпірді, бір адам тас салды деді мүмкін. Бүгін Жәкеңнің қуанышы. Бүгін ағамыздың қуанышы. Бүгін апамның қуанышы. Ешкім қорыққаннан келіп жатқан жоқ апа. Ешкім келіп жатқан жоқ. Мына лық тола, Құдайға шүкір аңшылап болып отыр ше. Рахмет. Мына қыздың басына бір шаш түспейтін болса, айналайын. Дұрыс па апа? Бір шаш түсетін болса, онда шампан ауыстырсын деп тұр ғой. Шампан ауыстыр деген ғой. Рахмет. Аман болыңыз. Құдай сізге қуат берсін. Той оласың ағайындар. Енді мына қоржынды алмасам да кетейін, байға болып, нарға болып. Мынаны Жәкеңе берейін апа. Жақсылап тұрып тойға жіберсін. Алғашқы депозиттері ғой Құдай қаласа. Келін қаса тұрыңыз апа. Енді базарған адам жоқ. Орында бар омалар келін қаса тұра беріңіз, сап түсіп тұрып. Сиса да сыймаса аласыздар енді Құдай қаласа. Ең басы ет. Сияды, толады ғой апа. Бір-екі бала толады ғой асылыңыз. Темірде тозады Құдай қаласа. Міне қабыл алыңыз. Міне Өргүл апа. Сіз ең қымбатын жауап жатыр сіздің келіңізге. Ұят болмасын деп, ана заңнан жауап отыр. Ойнап айтпадым мен әшейін. Апа рахмет, даусында шығарып. Ызасыздар ма ағайындар, болды ма? Біріңізге домбыраны айтып, біріңізге осылай мақамын айтып, бес саусақ бір дейміз, бәріңізге жауып мүмкін емес ағайындар. Апа ызасыз ба? Жәке ызасың ба? Ыза болсаң ақшам берсе қайтайық деп қатып қалды деді. Билік қойыңдар. Bir hoş ortamıza. Diğerinde işe bilgisi yapıyor bazen. İşe bilgisi.